Ақжайық аудандық кітапхана қорындағы мерзімді басылым беттеріндегі түркі жұртының ұлы ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби жайындағы жарияланып жатқан мақалалармен таныс болыңыздар. Егемен Қазақстан Республикалық газетінің нөмірі 156 санында екінші ұстаз туралы еңбек атты филология ғылымдарының докторы профессор Дүкен Мәсімханұлының мақаласында әлемнің екінші ұстазына арналған Әбу Насыр әл-Фараби даланың дара тұлғасы атты іргелі зерттеу еңбегі жайында топтастырылған. Профессор Әбсаттар Қажы Дербісәлінің бақыт және бақытқа жеткізетін жол мақаласында отырар перзенті әл-Фарабидің бақыт туралы пайымдауларынан тұратын екі еңбегі бақыт жолын сілтеу жайлы кітап және бақытқа жету жайлы кітаптары жайында жазылған. Мұнара Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми рухани танымдық газетінің нөмірі 11-ші басылымында әл-Фараби һәм жүректерді атты философия ғылымдарының докторы Ықтияр Палтуриннің әл-Фарабидің өмірінің соңына қарай жазылған еңбектерінің бірі қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы деген атпен танымал еңбегі туралы деректер жазылған. Жас Қазақ Республикалық газетінің нөмірі 5-ші санында Адамзаттың әл-Фарабиі атты Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры Әбсаттар Қажы Дербісәлінің мақаласында әл-Фараби жайындағы зерттеулер мен тың деректерді қамтыған. Орал қалалық Жайық үні газетінің нөмірі 7-ші санында Қыдыршаевтың ұлы даланың рухани ұстазы атты мақаласы жарияланған. Бұл мақалада түркі әлемінің рухани жұлдызы әл-Фарабидің өмір жолы мен еңбектеріне тоқталған. Ұлттық қоғамдық саяси журнал Ақиқаттың нөмірі 4-ші санында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жолтай Жұмат Әлмәшұлының Әбу Насыр және Абай және нөмірі 3-ші санында ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби атты мақалалар жарияланған. Әдеби мәдени қоғамдық саяси журнал Үркердің нөмірі 6-шы санында доцент Сағатбек Медеубекұлының әл-Фараби және музыкалық дыбысы атты мақаласы, Иман журналының нөмірі 8-ші басылымында әл-Фарабидің шығармалары араб тілінің білгірлігі жайында, Жұлдыз журналының нөмірі 7-ші санында әл-Фарабидің 14 сөз кітабы хақында атты Айнанбеков Бақтабайдың мақалалары жарық көруде. Жоғарыда аталып кеткен мерзімдік басылым беттеріндегі мақалалардың оқырмандарыңызға берер әсері мол.